құрметті қонақтары жайлы ғибретті әңгіме жеткен бе еді? Есіңде болса, олар бір күні Ибрахимге келіп, саған есендік тілейміз, яғни саған Алланың сәлемін жеткіземіз деп сәлем бергеннен кейін, Ибрахим де өз кезегінде оларға, сендерге де Алланың сәлемін, есендігін тілеймін деді. Жылы шырай танытып, ішінен бұлар бұрын соңды ұшыраспаған бейтаныс қауым болды ғой деді дейді. Ішінен Ибрахим алейхиссалам, мен оларға сендер кімсіңдер деген жоқ. Сәлем берді, сәлеміне жауап берді. Бірақ Ибрахим алейхиссалам бұл енді жерде бұл кісілерді бұрын соңды көрмегенім, бұл кімдер екен деген сонда бір іштей бір жағы толқыныс, бізді іштей бұл кім болды екен, бұл қандай қонақтар екен, не үшін келді екен деген сияқты іштей бәрібір уайым болды дейді. Сонда Ибрахим алейхиссалам не деді? Қандай іс-әрекетке барды? Фараға иля ахлихи фажаа би'аджлин самин. Сөйтті де бірден үй ішіндегілерге барып, отбасына барып, семіз тананың етін пісіріп әкелді дейді. Семіз тананың етін пісіріп әкелді. Міне бұл Ибрахим алейхиссаламның, яғни Құранда Алла Тағала қонаққа деген бір құрметінің, қонақ үшін жасаған бір ізzetінің көрінісі дейді. Бірақ бұл жерде расында Алла әділдікті, ізгі істер істеуді, ихсанды және туған туысқа қол ұшын беріп қарайласуды бұйырады. Сонымен қатар арсыздықтан, жамандық атаудан және зұлымдықтан, яғни біреуге зорлық, зомбылық көрсетуден, кісі ақысын жеуден мүлдем тияды. Ойланып, толғансын, ғибрат алсын деп сендерге осылайша насихат айтып, жол сілтейді. Сондай-ақ адамның пайдасы неде? Адамның қыбыласы неде? Адамның қыбыласы бір-біріне пайдалы бол. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен, Аллаға адамдардың ең сүйіктісі, адамдарға пайдасы ең пайдалы болғандар. Құранда Алла Тағала «Ва ахсину инналлаха юхиббул мухсинин». Әрдайым жақсылық жасаңдар, шүбәсіз Алла ізгі істегендерді жақсы көреді. Екен сүйінші Құранды оқып, оның өміріне серік еткен адамға бұл кітап қиямет күні шапағатшы болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде былай дейді: Құран оқыңдар. Расында ол қиямет күні өзінің оқығандарға шапағатшы болып келеді. 2 жарық жұлдызды, яғни Бақара мен Али Имранды оқыңдар. Өйткені бұл екеуі қиямет күні 2 бұлт, немесе 2 көлеңке сияқты. Я болмаса қанат жайып, сап түзеген 2 топ құс секілді келіп, өз үйлерін қорғайды дейді, араша болады. Бақара сүресін оқыңдар. Оны ұстану береке, ал оны тастап қою өкініш. Оған сиқыршылардың күші жетпейді. Яғни Бақара оқылған үйде шайтан болмайды, сиқыршылардың күші жетпейді.